Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Үштөбе Тірек мектебінің мұғалімі Жунусова Құралай Мұхамедияровнамын. Саламатсыздар ма, 6 сынып оқушылары? Бүгінгі өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүрек қалауымен. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, яғни қасиеттері адамдарға риясыз қызмет ету, жанашырлық, шынайылық. Мақсаты сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Міндеттері оқушыларға адамдарға риясыз қызмет жасау мәнін түсіндіру, оқушылардағы шынайылық қызметтерін дамыту, оқушыларды жанашыр болуға тәрбиелеу. Өзін-өзі тану сабағының 5 ережесі: тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Жағымды күйге келу айдарыменен орын ауыстыру ойынын ойнайық. Балалар, үй тапсырмасын тексерейік. Ұлыма хат мәтінін оқып келу болған. Яғни, бірінші сұрақ: Жәнібектің игілікті іс істеуінің мәні неде деп ойлайсыздар? Екінші сұрақ: мәтіндегі біздер аз күнде бір-бірімізді көптен бері білетін адамдардай жақындасып кеттік деген ойдан не түсіндіңіздер? Үшінші сұрақ: адамдар бір-бірімен риясыз араласу үшін олардың бойында қандай қасиеттер болу керек? Сабағымыздың дәйек сөзіне келіп тоқталатын болсақ, жүрегіңнің сүңгіде, түбін көзде, содан тапқан шын асыл тастай көрмей, Абай. Дәйек сөздің мағынасына не түсіндіңіздер? Қандай қасиеттер туралы айтылған? Бұл сабақтың дәйек сөзінің түйіні: егер адам жүрек қалауымен іс қылса, ешқашанда қателеспейді. Себебі жүрек адамды алдамайды екен. Мен сіздерге мұғалімнің сыйы ретінде Қажымқан Мұңайтпасұлының әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны, сонымен бірге дүниежүзінің бірнеше дүркін жүлдегері болған ол кісі, биыл Қажымқан атамызға 150 жыл болайын деп отыр. Соған байланысты мен сіздерге қазір бір мультфильм қоям, назарларыңызды салыңыздар. Шеріңіздер, арада тағы да жылдар өтіп, Мұқан ер жетті. Енді оның халық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық-ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе? Сыртқа шығып біздің күшімізді көріңдер. Мұқан екеуміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріңдер! Тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұқан. Әрі қарай мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар? Ұрса қоймас. Мұқан! Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Іздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін бе? Сені Байекең сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұғасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығара алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұғаны шығарған адамға Байекең бір қошқар берем деді. Онда кеттік.
Ал қане, қар. Al, көрсет өнеріңді. Sen жөнінде көп естуші едім. Енді көзімен көріп тәнті болдым. Отардан қалаған қошқарыңды таңдап ал. Ал өзің ертеңнен бастап менің ат қосшым болуға қалайсың? Мен білмеймін. Мұхан келісті. Олай болса, ертең қалаға жолға шығасың. Екеуміз Мұханды қалай суырып алдық, я Мұхан? Енді қошқар бізді таңдап алайық. Иснай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ жүркінің дәмін сынай. Өй, Мұхан, мұның не? Расында да дәмді екен. Жарайт, кішінап ал, ертең қалаға жүреміз. Байекеңнің жұмысын бітірдік. Енді ауылға қайту керек. Мұхан, қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл-пәл аралап көрейікші. Әне, анда бір қызық болып жатыр. Жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Балуандар? Оған ақшамыз болмай тұр ғой. Ей, бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табылды. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван балуанның өнері. Қарсы алыңыздар. Менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегендей ақ екен. Ақ шіркін күшін-ай. Мен қысылып қалдым, Мұхан, көмектес. Кеттік. Қалай екен? Сібірдің аюы көңілдеріңізден шықты ма? Я, мықты екен. Керемет. Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің аюын кім жығып, қара маскасын шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға. Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет!
күресу керек пе? Қазақтардан аргасқан жігіттер бар, Құдайға шүкір. Жарайсың қазақ! Бәрекелді! Алға қазақ! Міне жеңімпаз! Қазақтың қарапайым жігіті қара масканы шешті. Қош емес! Шарт бойынша ақша саған беріледі. Я, біз біргеміз. Әкеліңіз ақшаны. Сәлеметсіздер ме мырзалар? Мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мына далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағыма алайын. Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса... Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамыз? Жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар. Сыңа қонған бақшығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумассалам шылауыңда болсын. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз болам. Мәне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып, ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған қажы атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болсын. Қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Қане мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны... Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Тар салыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Дуғол шапалақ. Аха, мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық. Бастаңыздар.
сау, қазақ. Намысты қолдан берме, Мұқан! Қазақ ешқашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Бұл менің досым! Біз жеңдік! Енді балалар шығармашылық жұмыс, топпен жұмысымызды бастаймыз. Бірінші топ сүйіспеншілік. Қажымқан атамыздың бойынан қандай ізгі қасиеттерді байқадыңдар? Сүйіспеншілік қасиет болу үшін не істеуіміз керек? Екінші топ мейірімділік. Палуан болу үшін адамға тек дене күшінің болуы жеткілікті ме? Әлде мейірімдік не үшін қажет? Үшінші топ ізгілік. Қандай адамдардың бойындағы ізгі қасиеттерді үлгі тұтасыздар? Өз бойларыңызда ізгі қасиеттерді қандай дұрыс әрекеттер арқылы дамытып жүрсіздер? Жақсы балалар, шығармашылық жұмысымыз бітсе, ары қарай біз топпен ән айту айдарына кетеміз. Жақсы адамдар. Мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын жау тасқа малдарың, жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарым. 28-ші сабақтың ізгілік, махаббат, мейірім мәтінін оқып келу. Сабағымыздың қорытынды сәтіне де келдік. Тыныс алуымызға зейін қойып жаттығын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз демалады. Ауаны ішке жұту кезінде біз тыныштық пен қуаныш қабылдаймыз. Демді сыртқа шығарған кезде өзіміздің мазасыздықтарымызды сыртқа шығарамыз. Демалып шығаруды жайлап 9-10 рет жасаймыз. Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегіміздің түбінде сақтайық.